Қазір мына Табананда отырмыз ғой. Табанан бұл ұлттық код қой. Кез келген халықтың өзінің ата бабасы жеген тамағы бар. Бұл ана кейбір тағамдар сияқты майға қуырылмайды. Кейбір тағамдар сияқты көп сырттан факторлар қосылмайды. Бұл өзі ұннан ғана жасалынатын табанан. Осы табананды көріп отырған кезде мен мына жаңадан шығып жатқан енді айтуға болады деген кітабымдағы бір оқиға есіме түсіп отырды. Осы кітаптың ішіне бір оқиғаны қостым. Қайсы бір жылы Индияға қонаққа бардық. Индияға қонаққа барып ауырдық енді. Гигиена, бір жерде гигиена жоқ, бір жерде басқа дүние бар. Ауырып қонақ үйде жатырым, аппетитім жоқ. Бізді алып жүрген үндіс жігіт айтты: аға, сіздің келгеніңізді анама айттым, осындай дін жолында, осындай мұсылман адам деп едім, бір қызық болайын деп тұр, кешке келем деді. Жарайды дедім, кешке күтіп отыр едім, бір каталог тамақ алып келді. Мынау тамақты анам жасады, анам жасы 85-те деді. Ой, бұл неғып әуре қылдың деп еді. Бізде солай өте қатты құрметтеген адамға, әйеліне немесе сыртқы адамға емес, анасы жасайды деді. Ол енді құрметтің ең зоры деді. Сүтті көже екен, жаңа көжені іштік. Шынында да анасы дұғамен жасаған ба? Бір Алланың берекесі ма, ауырып отқан адам жазылып кеттім де жаңағы. Бұл бірінші. Екінші, менің анамның дәрежесі бар, білесіз ба деді. Қандай дәрежесі бар дедім? Анам базар көрмеген деді. Енді біз әйелдер базарға шығар